Шымкенттік дәрігерлер елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлы даланың жеті қыры мақаласын талқылап өз ойларымен бөлісті. Басқосуда медицина саласының мамандары президент мақаласына тоқтала келіп, әр бөлімде жазылған тақырыптар туралы сөз етті. Ұлы даланың айрықша салтанат құруына негіз болған ерекше мақала кез келген халық пен ұлттың шыққан тегіне зер салып, өткеніне үңілу заңды құбылыс дейді. Сонымен қатар қоғамның дамуына үлес қосу арқылы әлемдік өркениетті дамытуға болатындығын жеткізді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлы даланың жеті қыры мақаласы ұлт рухының айрықша салтанат құруына негіз болған ерекше оқиға. Кез келген халық пен ұлт оның өзін шыққан тегін жер салып өткеніне үңілуі, ол қоршаған ортасына ықпалы мен қоғам дамуына қосқан үлесі ой тарасына салу, ол заңды құбылыс. Сол арқылы оның әлемдік өркениетте орнын айқындауға болады. Сондай-ақ шара барысында байырғы заманнан келе жатқан емдік терапиялар жайы да талқыға салынды. Солардың бірі ипотерапия әдісі. Мамандардың айтуынша бұл әдіс сал ауруына шалдыққан балаларды емдеуге қолданылады. Жалпы атқа отырып жүрудің өзі адамның қан айналымын жақсартып, түрлі аурулардың алдын алуға сеп болмақ. Емдеу тәсілі баланың бұлшық етінің дамуына өз ықпалын тигізбек. Қазіргі жастарымыз оны білу керек және мақтан ету керек. Өткен өмірін білмеген жастар ол болашақта да жолы қиын болады деп ойлаймын. Біз қазақ екеніміз, осы Қазақстанда туылып, қазақ болғанымызға мақтан тұту керекпіз. Сол және осы ұлы даланың жеті қырында мақаласында айтылып өткендей, мысалы атқа міну мәдениеті болсын, аң стилі, алтын адам, түркі әлемінің бесігі болсын, олардың бәрі біздің тарихымызда өте үлкен орын алады және болашағымызға үлкен септігін тигізеді деп ойлаймыз. Медицина осы атқа міну мәдениеті бойынша бізде қазір ипотерапия деп айтамыз да, балаларға, осы неврологиялық науқастарға, балаларға өте пайдалы. Сол жануармен дәлелденген ғылыми тұрғыда, сол жануарлармен серуендегенде, балдарды атқа мінгізген кезде ем жағы өте оң әсер етеді ипотерапия, особенно ДЦП балдарға. Байтақты өлкені белінен басып, ен даланы еркін кезген жабайы жылқыны қолға үйреткен ірілердің ісі әлемдік өркениеттегі төңкеріс екенін төрт тарапта түгел мойындап отыр. Ал бүгінде сол тарихи өркениет елеусіз қалғандай. Оның айқын дәлелі ретінде бір ғана саланы алып қарасақ болады дейді дәрігерлер. Ол көгілдір экрандардың көзайымын айналып жүрген мән мағынасы жоқ шетелдік кино туындылар екендігін атап айтты. Ұлы даланың жеті қыры атты мақаланың дер кезінде шығып, және біздің осындай ұлы түбіміз тереңде жатқанын әлі де байқатуға болады. Біздің ұлы халықтардан мысалға айтады ғой, жапондар дейді, орыстар дейді, француздар дейді. Бұлардан біз еш уақытта ешқандай кем емес екенімізді осы мақалада жақсы көрсетіп берді. Қазақстан мәдени мұраларын насихаттауға бағытталған мақаланың ғалам мәдениеті мен өркениетінде өзіндік ойып-алар орны бар екені рас. Оған дәлел аталмыш жолдау елімізде ғана емес, шетелде де қызу талқыға түсіп жатқандығы. Тек нақтылап шегелеу үшін алдымен дәрігерлер оның мәні мен маңызын өзіміз жете түсініп, түйсінуіміз керек екендігін жеткізді. Мадина Байғыз, Антон Семенов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.